Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шоколадный пирожный дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыз. Әдеттегідей құрғақ өнімдерімізді араластырып қоямыз. Ұнға какао қопсытқыш салып араластырамыз. 3 жұмыртқаға қантымызды салып, 3 есеге көтерілгенше миксерлейміз. Құрғақ өнімдерімізді салып, төменнен жоғары қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Тағы араластырамыз. Осы уақытта сіздің пешіңіз 170 градуста қызып тұру керек. 20-да 30 етіп, осылай формамызды дайындап, бисквитті қамырымызды құямыз. Және 15-20 минут пісіріп аламыз. Енді шие салмасын дайындаймыз. Желатинімізге суды қойып қоямыз. Шиемізді отқа қойып, үстіне қантымызды салып, баяу отта қайнағанын күтеміз. Біздің шиеміз қайнап бастады. Оттан шиемізді алып, үстіне желатинімізді саламыз. Толық ерігенше араластырамыз. Енді блендердің көмегімен езіп аламыз. Біздің шиеміз біркелкі болды. Енді жақсылап суытамыз. Бисквитіміз пісіп, суып тұр. Енді осы шие салмасын бисквиттің үстіне құямыз. Шиенің шырыны бисквитке сіңеді, қалғаны бетінде конфей болып қатып қалады. Енді шоколадты мусымызды дайындаймыз. Желатинге суды құйып араластырып қоямыз. Сүтке қантты салып ысытамыз. Шоколадтың үстіне ысып тұрған сүтімізді құямыз. Енді блендермен еземіз. Оның үстіне творожный сырымызды саламыз. Блендермен оны да еземіз. Енді дайын болып тұрған біздің желатинімізді құямыз. Біздің желатин шоколадты массамызда толығымен еруі керек. Енді салқын болып тұрған кілегейіміз 33-35%, соны миксерлеп аламыз. Оны шоколадтың үстіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің шиеміз қатып қалған, үстіне шоколадты мусымызды құямыз және бір түнге қалдырамыз. Ферреро Роше дайындаймыз. Шоколадты ерітіп, үстіне сұйық майды құйып, арахисімізді салып араластырамыз. Міне біздің Ферреро Роше дайын. Бір түннен кейін пирожныйымызды формадан ақырындап шешеміз. Пышақтың көмегімен шешіп алып, бірдей бөліктерге бөлеміз. Сызғышты пайдалансаңыздар да болады. Өте түзу болып кесілу керек. Міне біздің пирожныйымыз осындай болып шықты. Енді жаңағы дайындаған Ферреро Рошемізді пирожныйдың бетіне құйып шығамыз. Осылай құйып шыққан соң тоңазытқышқа қатырып аламыз. Міне біздің пирожныйымыз дайын. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом
болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.